Бәрін сәлем, сіздермен бірге мен Данияр. Бүгінгі видеода біз Instagram арқылы қалай ақша табу керектігін айтатын болам. Яғни Instagram дегенне ол қалған соцсеттерге ұқсас және YouTube'қа ұқсас, барлығы ұқсас, бірақ та Instagram арқылы қазір көптеген адамдар өздерінің ақшаларын табуда. Ол Instagram'да екі жол бар ақша табудың. Бірінші жолы ол легальный жол, яғни кәдімгідей чистым трудом табасың, ал екінші жол ол харам жол деп аталады. Дін бойынша, яғни. Ал бірінші жолда айтып кетейін. Бірінші жолда сен Instagram'нан продукттерді сатып, яғни реклама істеп, сол арқылы өзінің продуктын сатып и рекламаны істей аласың. Ал екінші жолы ол деген нелегальный способ. Ол значит, что гифтер жасау, конкурстар өткізу, и вот бұның барлығы харам нәрселер. Егер де біз бұлардың барын жасайтын болсақ, то біздің аудитория скоро өшіп қалатын болады. Так что бізге аудиторияны кәдімгідей өз досын сияқты көру керек. Егер де біз олай көрмейтін болсақ, то аудитория өшіп қалуы әбден мүмкін. Мен айтайын дегенім, қазір Instagram'нан қалай ақша табу керек, оның жолдары қандай, соның барлығын бүгінгі видеода айтып кететін болам. Егер де осы видео қызық болса, осы видеоның астына лайктарыңды қойып, осы каналға тіркеліп, және де келесі видеоның тақырыбын комментарий жазып кет. Өйткені келесі видеоның қандай болатыны именно сенің қолыңда. Ендеше кеттік. Инстаграмда ең бірінші жол ол легальный жол деп айтқам. Яғни чистым трудом ол деген біреудің аккаунтын жүргізіп беру немесе біреудің товарын сатып беру, сол аккаунт ішіне кіреді бұл да. Бірақ немесе өзінің товарынды шығарып и сол товарды сату. Бұл өз еңбегімен келетін табыстың бірі. Ал осыны қазір кішкене разбирать етіп кетейін. Бұл жерде сен чисто өзінің еңбегің арқылы, яғни күнделікті Instagram жүргізу арқылы сен бұл жерде ақша табасың. Instagram'ды жүргізудің көптеген жолдары бар, бірақ та Instagram'нан және YouTube'да ол күнделікті видео салып және күнделікті сторисы салып отыру керек. Бұл сонда сен Instagram'дағы және YouTube'дағы прогрессіңді күшейтеді. YouTube'да енді күнде видео салып отыру ол прогрессіңді күшейтеді. Ал Instagram'да ол түкте әсер етпейді, өйткені Instagram қазір Instagram'нан жайдан жай көтерілу өте қиын болып кетті. Барлығы ақшаға тіреледі. Яғни Instagram'нан сен бірінші көтерілу үшін гифке қатысу керексің, и потом сол гифтен подписчик жинау керексің. Подписчиктен кейін сен уже таргетинг рекламасын қоса аласың. Таргетинг рекламасын қосқаннан кейін адамдар саған кіреді. Кірген соң сен товарыңды алар кезде ол сен бірінші подписчигіне қарайды. Егер сенде 200 мыңнан 300 мың подписчик болса, ол саған доверие болып, ол сенен сатып алады. Ал егер сенде 2000 мың подписчик болса, то ол сенен алмауы әбден мүмкін. Сонда сен таргетинг рекламасына салған ақшаңды зря құртасың. Ал екінші способ ол гифтер арқылы, конкурстар арқылы. Қазіргі көптеген блогерлар өздерінің қалталарын көбейту үшін осындай гифтер конкурстар өткізуде. Яғни олардың бірі Елдос Колобок, ННН деген блогерлар. Олар көбінесе осы гифтерді өткізеді және де конкурстарды өткізеді. Бірақ та олар реально береді, ол товарлардың барлығын береді. Машина деді ма, машинаның барлығын береді. Бірақ та бұл қалай айтсам болады, бұл дін жағынан харам болғандықтан мен саған, яғни сендерге бұны кеңес бермеймін. Лучше бірінші способмен сендер өз еңбектерімен ақша тапқандарың дұрыс. Осы видео сендерге ұнады деген ойдамын. Ендеше Instagram жайлы көптеген секреттерін болашақта айтатын болам, және YouTube жайлы да айтатын болам. Ендеше осы каналға тіркеліп, осы видеоның астына лайк қойды ұмытпа, және де келесі видеоның тақырыбын комментарий жазып кет. Егер де Instagram жайлы толығырақ білгілерің келсе, то комментарий жазып кетсеңдер болады. Ендеше сендермен бірге болған мен Данияр, бәріне сәттілік.